Оралхан Бөкей, Атау Кере, жалғасы. Бұлар ылдилап, қиялай аяңдап, ағаштары жаназаға жиналғандай иін тірескен сайға түсті. Сай табанынан арқырай аққан бұлақ шулы естіліп, осы өңірдегі тіршіліктің жалғыз әншісіндей құлағының құрышын қандырады. Сырттай қарағанда жан аяғы баспағандай тусырап жатқан таудың қайсыбір жерінен де жауын шашын шайып, көмескілеген, бірақ әлі де сұлбасын жоғалтпаған жалғыз аяқ сүрлеу байқалатын. Бәлкім, ата-бабаның көшпелі өмірі мен мазасыз да жойқын жорықтарын әлемге әйгілеген. Осында асқар тау, жынысты орманның мәңгілік егерлігін айғақтайтын, айқыш-ұйқыш жолдың жоғалып кетпеуі мына атын жетелеп келе жатқан ақсақалдың арқасы шығар-ау. Бәлкім, мына өксігі мен өкініші көп өмірден күдер үзгендей болғаныңда, сан тарау соқпақтың иесі өзің секілді адам екені, олардың табанынан жаратылған тіршіліктің күре тамыры екені есіңе түсіп, мен қандай із қалдырдым деген сықылды сұрақ көңіліңді ұялап, әлгі әзірдегі түңілді ойыңа ұялатын шығарсың. Осы саймен құлдап құйғанға дейін барамыз, деген шал сөзі тағанның бір сәттік оңаша ойын бұзды. Мұстаудың омырауынан саулаған бұлақтың жұмыр тастардың үстінен шашып, мөңкіп атқақтап ағуы, сабалақ самырсынды аңғарды азан-қазан үнге бөледі екен. Айғайлап сөйлемесең, қасыңдағы кісімен шүйіркелесіп әңгімелесу мүмкін емес. Бетін бағзы жылдар бойы су шайып жусады. Қожыр да қожалақ күйін сақтап, дөңбайт жасаған тастардан да салқын леп ескендей. Оқта-текте кездесер қарақат уағында термей, таңдайыңды тамсанта желінбей, өзгеше бір өгей пішінмен иесіз жетімсірейді. Асау бұлақты жырымдай өскен жасыл құрақ пен білекті балдыр күн көзі аз түсетін мекенінде дымқыл мен шылқыған суға малынып, жасаң жайқалады. Барған сайын жолаушылар сұғына құлдаған сайын сай ішінің ағашы қалыңдап, екіндіге еңкейген күннің сәулесі қашаңдаған сайын ымырт тез үйіріліп, әрі берден соң ешкі самырсын. Шыршалардың түбі қарауыта бастағанды. Қарауыта бастаған орман іші елегзітер, еңсеңді басар. Бірақ сонау таудың жон арқасында алаулы шапақ бар. Жайнаған жарық дүниенің ал қызыл шатырындай шалқып та балқып жатыр. Ақсақал, ақсақал! Жетер жерімізге енді қанша қалды, деп айғайлады таған. Жығылып сүрінген жүрісі шаршастың сыңайын аңдатты. Келіп те қалдық, деді шал да дауыстай жауап берген. Ең ғажабы, орман шорт таусылып, әлгі айғайдан қорыққандай алдарынан айнадай болып көл жарқырайдай. Айнала жап-жарық болып кетті. Күн өскелең асуыңдағы қасқая өскен қарағайдың ұшар басында ілініп тұр. Мұстаудан бүктетіле аққан бұлақ көңілдің дәл қиярында алып қара тастан тік саулап, сарқырамаға айналып, 50 кез биіктіктен құлайды екен. 1000 моншақ тамшылар жамырап, ақ көбікті аспанға ата бұрқырап қайнап, сап-салқын дым бүркеді. Жолаушы жігіт осында қапелімде пайда болған сұлу көрініске елтігендей қаздиып тұрып қалып еді, озыңқырап кеткен шал. Сарқырама көрмеп педің? Айда кеттік, деп асықтырды. Рас, мұндай кереметін көрмеп едім. Ендеше түнеп шық, жалықсаң, сонау түтіні будақтаған тас үйге келерсің, деп аялдамай аяңдай берді. Таңдай қаға тамсана қараған таған ақсақалдың соңғы сөзін естіген жоқ. Көз алдында табиғат құдіреті орната салған көркем көріністі қызықтаумен тұр. Қына мен мүк басқан жақпар тас салқын сазарады. Сол жақпар тастың саңлауын қуалай, жер бауырлап тарбая өскен аршаның бір талын сындырып алып иіскеп еді, сарайыңды ашар хош иісі бұрқырады. Осынау дәрілік қасиеті бар бұтаның мәңгі қуатын сездіргендей еді. Тас аяғыңа кілемдей жұмсақ тиеді. Жылдар бойғы өне бойын жабағылап жапқан мүк пен қынадан күпі киіп көрінбей қалған. Бұл өңірдің елі қан жапырақ атайтын өсімдіктердің де ата мекені осындай жақпар тастартын. Батуға иек артқан күннің жалқын нұры сарқырамаға түсіп, 1000 тамшы тозаңның ішінен шұғыла пайда болды. Шұғылаға шомылған кемпір қосақтың сан бояуын, сұмдық сұлулығын тілмен айтып, қаламмен жазып, суретке салып, бүкіл сымбатын жеткізу мүмкін емес еді. Тіпті Маралкөлдің күн батар алдындағы бой жасағандай, немесе ұзатылар қыздай қырмызы қылық,
көз қарықтырар көрініспен ажарлана сылаңдауы өлген адамды тірілтердей сиқырымен тұла бойыңа тамыр жас тарап, жаныңды жарылқайтын. Сен сәл дірілмен әрі қуана, әрі қорқа сұқтанасың. Сұқтанған сайын көңіліңді мұң қабыздап, пештің ішіне кіргендей рақатты жүрексіну, рақатты сүйсіну, рақатты күрсініс пайда болмақ. Самала саумалға шомылып, тәңірдің тарысын теріп жеп, аман есен жүрген бір күніңе, тіршіліктің жалғыз сәтіне аса риза сезіммен батар күнге қол бұлғап, ертең атар таңнан үміт күтер едік. Құдайым-ау, айналайын Алла тағалам-ау, мен бұл өмірде бармын деген қанағаты мол сөздің қадіріне жетуден, алдағы аз ба, көп пе ғұмырыңның құранына, ұранына айналдырудан озық не бар бұл жалғанда? Бұл жалғанда асықпай, аптықпай, арбамен қуып су ішкіліктің қоянын аулап жеуден артық не бар? Бұл жалғанда табиғат ананың аясында еркелеп, саф ауа, мөлдір суды қанағаттап, шайқалмаған көңілімен өз ажалыңа армансыз аттанудан бақытты не бар? Бұл жалғанда түтініңді будақтатып, түннің жарымына дейін ала оттың басында бейбіт те берекелі әңгіменің шоғын көсеп, неге біз осы деген сұрақтың жауабын іздеуден ізгілікті не бар? Не бар? Бұл жалғанда адам баласына көп нәрсе керегі жоқ. Ал не керек екенін өздері де білмейді. Олардың, пенделердің білетіні неғұрлым жанталасып, неғұрлым тағдырының жағасына жармасып жан сақтаса, мәңгілік мұңсыз қамсыз ғұмыр кешетіндей, өз-өзінен тарылу, өз-өзінен кектену, өзін-өзі азаптың арқанымен буындыру, өздерін-өздері отқа қақтап, оққа байлап беру ғана. Тек сол ғана ма? Тек сол ғана болса, айықпас опаттың жар жағасына асығып келіп, атбасын тірер ме? Бұл жалғанда бар екеніңе шүкіршілік ету, кер жалқаулыққа жоримыз да. Бұл жалғанның барымтасына кірісіп, лақсаланған тіршіліктің лағына таласып, көк бөрі мінезбен көкпар таласқа түсеміз. Тауда көкпар тарта алмайсың, деп ойлады таған. Демек, таулы жердің тартысы бәсең болмақ. Бірақ ұрымталдан ұрар ұрысы, қаны тасыр қан пезерлігі көп емес пе екен, деген ой және көлденеңдеді. Осы шақта таудың жығылмас жалындай күдірейген қарағайдың ара-арасынан сауғалаған күннің ең соңғы шуағы көл бетін талақ тастап, сонау ұшар басы тазданған шоқының таз кепешін ғана жалқындайды. Марал көлдің бетінде жыбырлаған майда толқын бар. Әлгінде ғана қандалған, содан соң жезденген су жүзі алабұртқан кейпінен лезде айырылып, қаракөк барқыттан ақирет киімін кигендей, өкпелі өксікпен кешқұрымның құрым киізін де біртіндеп қымтана түсті. Міне, өмір дегеніміз осы, деп күбірлеген таған доғаланған кемпір қосақ жоғалған соң жолға шықты. Таудың қуысынан шал жаққан от жылтылдайды. Міне, өмір деген осы. Алайда өмір дегеніміз осылар ғана емес еді. Неге біз осы? Атын тұсап алдынан шыққан шал қонағын қалжыңдай қарсы алды. Перінің қызы Бекторы жолығып, азғырындыға еріп кетті ме деп шошыдым. Ондай бақытты кім беріпті? Мен кейде сол сайқал қызды сағынамын. Су иесі Сүлейменнің қыздарына да қызығатын шығарсың. Сөз жоқ. Бірақ олардың бәрі тіпті қазақтың қасы көзі қиылған қылықты аруларының бәрі еркекке еріп кетіп қалды ғой. Қатын сырап жүр екенсің шырақ, деп төтеден қойып қалды шал. Оныңыз рас ақсақал, деп шыншыл көңілмен күрсінген таған. Құдайдың құтты күні аузым құрғамай ішіп жүрген кезімде әйел мен еркекті айырмаушы едім. Өзімді қайта тапқандай болған соңғы күндері ақ мұнардың арасына сіңіп кеткен сол бір қызыл жаулықтылар қайтадан шығып, қол бұлғағандай көлеңдейді мұндарлар. Кей күндері сықылықтап күліп, қытықшыл қылықпен түсіме кіреді, түрткілеп оятады. Жігіттің қоңырқай жүзі батар күннің батсайысындай ақ ұрған арманмен алабұртып, ішінде жыландай жанған өкініштің бе, өксіктің бе, бәлкім әлі де үміткер, әлі де қоламтасы суый қоймаған еркектік сезімнің сергелдең шағы туған шығар. Мынау қарсы алдында ағынан ақтарылып тұрған тағанның күнәдан ада сыры шалды да шалт жібермей ойлантып еді. Ұзақта ерелең азапты сапардан,
Мән мағынасы жоқ мақсатсыз сандалбай тірліктен запы болған азамат, ақылшы аға, қамқор қол, аялар алақанға сусап. Егер осылар дәл қазір қатыгездік танытып өгейсітсе, өте-мөте өкінішті боларын. Қазақ қайратты да қасіретті тағы бір азаматынан айырыларын бағамдады шал. Маңдайдан сипар ықылас балаға ғана емес, үлкендерге де керегін ұқты шал. Тәлімі мол тәрбие, көшбасшы көшелі сөз жастарға ғана емес, ересектерге де керегін сезді шал. Кең де тар дүниенің кеселдік кесірінен, зілзала кесапатынан сақтап қалу үшін, осына екі тастың үстінде талтайып, қалай қарай аттарын біле алмай аласұрған жігітке ертеңгі өмірінің мінәжатына айналар байсалды бата беру керегін қаперледі шал. Рас, қазіргі ұрпақ батасыз. Батасыз болған соң, бәтуасыз лағып барама қалай, деп ойлады шал. Шырағым, үйге жүр, қонып, қонақасыңды же, әңгімелесейік. Мен саған балаларымды таныстырайын. Осы шақта тау қуысындағы үйден, ата, қайдасың, деген баланың дауысы естілді. Алтайдың асқар тауларында не көп, сай саласын қуалай ағатын бұлақ көп. Қойнау-қойнауларында құдайдың ба, табиғат ананың ба, әйтеуір адамзатқа өкпелеп жылағанда тамып кеткен көз жасындай мөлдіреген көл көп. Сол көлдің бірі Маралкөл еді. Бұл өзі күнгежақ жиегі тақыр немесе қорым тасты, ал теріскейі қалың ағашты, балығы тайдай тулаған, әлімсақтан бері де ортаймай, не болмаса ернеуінен асып тасмайтын момақанда байсалды жаратылған ғажап көл. Оңтүстігінде Өскелең деп аталар жүндес асуы бар. Сондықтан да бұл өңірді баяғыдан жайлаған қазақтар. Үстіне Өскелеңнің шыға келсем, көрінер көл айналасы жап-жалаңаш деп әнге қосып, ойдағы ауылдан ат арылтып әрең жететін төр жайлауды жердің жұмағына балайды. Көлдің аяқ жағынан көпіршіп шығар суды көлдің шүмегі деседі. Міне, осы шүмектің бауыздауына тақау Маралкөлге мінбелеп тұрған таудың алқымындағы алып қара тастардың үңгіріне орналасқан үй қазіргі заманның көрме үшін әдейі салған ғажабындай өзгеше таңсық, әрі айға адам ұшырып отырған озық дәуірдегі адамзат ақылын мазақ етердей өгей де бөтен еді. Әсіресе түн баласында үңгір үйдің аядай аузынан жылтылдаған от уақыт көшінен әбден шаршап, шөгіп жусаған жуас таудың жалғыз көзіндей алыстан шалынатын. Замананың ұмытып кеткен ұлындай жетімсіреген өмірдің өңменінен жарып жарқыраған сәуле, ата-бабамыздың ендігі қалған сарқынды аманат шырағындай, қайдағыңды, ата кәсібіңді, қайдан шыққандығыңды еріксіз есіңе түсіріп, әлде бір сиқырлы күшпен мен мұндалайды. Жанарың ашып, көкірегің көбеңсіп, жүрегің сазады. Даңғаза дүниенің айғай шуы мен арпалысын, күш күрес пен ит қырқылжыңынан шаршау тартқан жаныңа сауап болғандай, көптен көксеген беймарал, жым-жырт өмірді жолықтырғаныңа іштей жарылқанып жасанасың. Тағанның таңғалғаны бұлда емес, тыныш тіршілік қатын суының жағасында да бар. Тағанның таңғалғаны осынау өр Алтайдың малшылары мен аңшылардан басқа жан аяғы баспайтын қуысында. Ерте дүние дәуіріндегі секілді тас үңгірді баспана, табиғаттың тағыларын қорек етіп отырған шалдың қаймана жұрттан қашаң тартқан тірлігі, қомақты қоғам, дүбірлі дәуірден өгейсіз көшіп, өз қотырын өзі қасқан оқшау кәсібі еді. Тағанды таң қалдырған бұл ғана емес, ауыл аймақ, бота тайлақтан тек қара басы ғана ауа көшсе, саяқтаса жарар еді-ау. Пендеге берілер санаулы жасының көбі кетіп, келселенген шағында оған бәрі жарасар. Өзімен бірге ит арқасы қиян, ел жұрты жоқ жетімсіреген жерге қаршада екі баланы ерте кеткені. Олар күні ертең, ер жете келе қара адамы секілді жабайыланып, жан адамға жуымайтын тағыға айналып кетсе, мынау мәре-сәре өмірдің қызыл қырман қызығынан мақұрымданып, маңып қалса қайтер? Шалға лақнет жаудырып, өкінішті өмір кешпей ме? Бұл қалай сонда? Үңгір үйдің ішіне еңкейіп кіргенде, туған осы ойлардың шұғын табалмаған жігіт айналасына аңтарыла қараумен болды.
Үлпершекте үлбіреген ұл мен қыз аса бір ізет, иманды инабаттылықпен сәлем берді де, атасының мойнына асылып аймалап, сағыныш мауқын басты. Үңгірдің іші кең, кеңдігі соншама, тас қанатты ағаш дөңбекпен қаптап, еденін тақтайлап, екіге бөліп, екі бөлме жасаған. Алдыңғы бөлме ас ішетін, ал анау төргі бөлме жатын үйге ұқсайды. Бір қараған адамға қарапайым ғана тіршілік үшін керекті заттың бәрі бар деуге болады. Тап-таза жиналған, қабырғаға қағылған аюдың терісі, оның азу тысы ақсиған басына арбайған бұғы мүйізді қағылған. Мүйіздің әр саласы бос емес, мылтық, оқшантай, тағы да басқа керек жарақтар ілінген. Қамшының неше түрі бар екен, сан түрлі өрім, сан түрлі сап. Шалдың еріккендегі ермегі қамшы өру секілді. Ыдыс-аяқ та ағаштан ойылған, қалайы мен шыныдан жасалғандары жоқ деуге де болады. Кіреберіс іргедегі пеш те тастан қаланған, тек үстіне ғана темір плита төселген. Есік алдында көзге шалынбағанымен мал басы бар секілді. Айран ұйытулы тұр, қайың салмада сүрленген етілінген. Қазір күн жылы болған соң, отты есік алдындағы жер ошаққа жағып, тамақты далада пісіреді білем. Жер ошақтағы шағын ғана шойын қазаншада бүлкілдеп қайнаған еттің иісі есіктен кіріп, мұрныңды жарады. Қарныңның ашқанын есіңе салады. Анда-санда тіліңді жұтып қоятының бар екен, деді сырт киімін саптама етігін шешіп жеңілденген шал. Ондай әдетімнің бары рас. Лекция үстінде де сабақ тыңдамай қиялдап кетіп, ұстаздан талай ұрыс естігенмін. Балалар, тамақтарыңды қамдаңдар, деді шал білте шамды жағып. Ұл мен қыз жарыса жүгірді. Таудың ымырты лезде үйіріліп, үңгір үйдің іші қараңғыланған. Ашық тұрған есіктен көлдің бір пұшпағы, ар жағындағы алып тау тұтас тұлғасымен көрінеді екен. Етегі киіздене тұтасқан орман. Сол орман Заңғартаудың басына жете алмай шаршап таусылып, қорым тас шоқы басталады. Шоқының айыр өркеш шошағында әлі жұқалаң шапақ бар. Ұлымның аты Қозы, қызымның есімі Баян. Ырымдап әдейі қойдым, деді ақсақал әңгімеге ықылас білдіріп. Егер тегін қуаласаң, бірі батыстан, бірі шығыстан. Әдейі Қазақстанның екі қиыр шетіндегі балалар үйінен алып келдім. Қандары араласып, балталаса бөлінбейтін ұжымды ел болсын дегенім. Шынымды айтсам, ағасы, сіздің осы әрекетіңізге түсінбей отырмын. Не үшін? Жаман айтпай жақсы жоқ, ешкімде мың жасай алмайды. Өліп кетсең, екі бала кәмелетке толмай далада қалады деген уайымың шығар. Айтшы шырақ, маған қанша жас бересің? Шамамен, деп ойланды таған. Кем дегенде 70-ке жақындап қалдыңыз. Сақалым мен шашымның ағына қарап ажыратсаң, солай әрине. Нақтысы 1924 жылғымын. Демек, 58-демін. Енді бір 15 жылсыз өлімнің тұзағына іліне қоймаспын деген сенім бар. Ендеше, менің екі балам ол кезде бірі бой жетеді, екіншісі ер жетеді. Яғни 20-ның үстіне келеді деген сөз. Одан ары менің керегім жоқ. Өз күндерін өздері көреді. Ата мекеннің атпал азаматы болады. Қызық екен, ертектегідей. Бәрібір түпкі мақсатыңыз тұманды. Елдің ішінде отырып ер жеткізсеңіз, кім таршылық жасар еді? Обал ғой аға, обал. Бүгінде ел қалды ма? Деп сақалын саумалады шал. Бүлінгеннен бүлдіргі алма деген. Егер мен елден қашсам, баламның саудайы қылық, арзан қызықтан таза өссін дегенім. Ағайыннан көңіліңіз қалған-ау. Әйтпесе, үлкен жердегінің бәрі ақмақ дегенге кім сенер? Рас, көпшіліктің ортасында жүріп те жалғызсырайсың. Ондай ауыр сәт өз басымда да болған. Бірақ айналайын халықпен қақтығысып жүргенге не жетсін? Адам орманның ортасында жүріп күнәға батқанша, ағаш орманның арасында таза өскеніне не жетсін? Мен қазақтың атым апатынан да, бүлінген ауадан да, ішімдікпен аяқтан шалар ағайын алауыздығынан да ада, таза да тәкаппар ұрпағын тәрбиелеймін. Я, пәле қала, өсек жаладан, меңдуана жегендей желіктірер әуенмен әумесер қылар айғай шудан да алып қашып отырмын.
Адамзаттың өмірі Алтайдан басталған деуші еді. Әрі жазушы, әрі тарихшы бір досым. Соның сөзін бәлкім сіз дәлелдеп шығарсыз деп күлді таған. Сонда қалай, екеуін үйлендіресіз бе? Дәм жазса, ондай ойым жоқ емес. Өз бауырыңызда, бір үйде ағалы қарындас секілді телескен балаларыңызды ерлі зайыпты етіп қосқаныңыз ата жолын бұзғандық емес пе ағасы? Ашып айтамын деп, қанын шығара, қасып айтып отырсың ау шырақ. Екі бала ақыл тоқтатқан соң анығын ашармын. Өздері шешер. Болмаған жағдайда ауылдан адам табылмас деймісің. Өссінші әуелі. Жә, доғарайық, тамақтайын. Ағаш табаққа салған етті буын бұрқыратып қозы, соңын ала сорпа құйған ыдысы бар баян кірді. Жыр шырақ, қол шайып келейік деп сыртқа беттеген шалмен қабаттаса шыққан тағанның ең әуелі көзіне түскені беті шымырлап жайбарқат жатқан көл болды. Аумағы ат шаптырым. Үй іргесіндегі жақпар тастан өз-өзінен сорғалап тұратын суға науа орнатып мәдениеттендірген екен. Қолдарын сол саулаған суық сумен жуды. Ауқат үстінде көп әңгіме болған жоқ. Қонақ жігіттің қарны ашып қалса керек, қарбыты басап, түтінге ысталған шала сүрі етті сүйсіне жеді. Балалардың зауқы бұл үйреншікті асқа онша шаба қойған жоқ. Атасы ұсынған сүйекті шұқылап, шоқып жеген болды да. Мал жайғаймыз ата деп, астың қайырлуына қарамай, балалық жеңілтектікпен шыға жөнеліскен. Мал ұстайсыздар ма? Деп сұрады таған шайнан қағып. Ие, 10 шақты қой ешкі, бір бұзаулы сиыр, 2 жылқымыз бар. Бай екенсіздер ау. Ал енді оған айғыр мен бұқаны қайдан табасыздар? Өзінің орынсыз қалжыңына шал ренжіп қалмады ма деген күдікпен көз қиығын салып еді, ол қаперсіз екен. Мынау Өскелеңнің арғы бетінде жаз жайлауға келген сиыр табыны мен жылқылы ауыл бар. Ұрғашы жұртына бай қай-қайдан да табылар. Мына екеумізге қатын табылмай ма деп қорқамын. Менікі болған. Ендеше менікі де болған, деп шал шатынай доғарып тастады. Бұл әңгіме отағасының оң жамбасына келмесін сезген соң ары қарай өрбімеді. Сүзбек қосқан ақ сорпаны аяқпен сораптап, бабымен ішкен екеуі көпке дейін ләмдескен жоқ. Дастархан жиналмады. Балалардың еншісіне қалдырды білем. Тысқа шыққанда бағанағы шапақ шаршау тартып айналаны ымырт жайлай бастапты. Сонадай жердегі дәу самырсынның түбі қоршай жасалған қашаның ішінде үй иесі айтқан 10 шақты ұсақ малға молы тұр. Ал ақ шап қызыл сиырдың бауырына тас кенедей жабысқан қаршадай қыз созғылап сиыр сауып отыр. Қолының күші жетіңкіремесе де онысын білдірмеуге тырысып құнжың етеді. Ер бала қозы бұзаудың мойын жібін ұстап қасында аңдып тұр. 10 жастан енді ғана асқан балалардың шаруа қой пысықтығы тағанға қатты әсер етті. Тәңірім-ау, өмір дегеніміз осы емес пе, деп ойлады. Әсері жүректі шабақтап, жанарға жас ұялатар кино іспетті. Мынау қоңырқай ғана қарапайым тірлікте өміріміздің барлық мазмұны мен о бастағы бастауы, мәні мен сәні табиғи күйінде құжынап жатқанын түйсінді. Тағанның алғаш рет балаға деген махаббаты оянды. Тәңірім-ау, өмір дегеніміз, өмір сүру дегеніміз, артыңа ат ұстар, сиыр сауар ұрпақ қалдыру екен-ау. Бүгінде өзінің тұңғыш ұлы 20-ға толғанын есіне алды. Не істеп жүр? Өлі ме, тірі ме? Фамилиясы қалай? Әкесін сұрай ма? Әлде әйелі күлге аунап таптым деп түсіндірер ме екен? Әлде әкең ішкіш, маскүнем, баяғыда өліп қалған деп бір жола түңілдірді ме? Кім білсін? Малды жайғаған қозы мен баян асыр салып жарысып үңгірүйге кіріп кетті. Мынау аспанмен таласқан меңіреу таулардың ішінен естілген бала күлкісі, бала ойыны қандай жарасымды еді. Кеспелтек ағаштың үстінде арқарын асықпай тартып отырған шал жігітті жанына шақырды. Қой сойып, бас тартпады деп күрең қабақ болып тұрған жоқсың ба шырақ? Жоқ аға. Шал бағана жасын айтқан соң өзінен 15 жас үлкендігін біліп ақсақалды ағаға ауыстырған. Қайдан білейін, сыңайың нәумес секілді. Оқтан текте меңірейіп алар әдетім барын ескертіп едім-ау. Туғаннан бері арнайы сойлар малға бата жасап, бас ұстап көрмеген пақырмын. Малға бата жасау дегеннен шығады. Баяғыда осы өр Алтайда Мақажан деген өлеңші болған естуің бар шығар.
сол кісі төменгі жаққа, үлкен нарын өңіріндегі андағұлдарға жолаушылай барыпты. Елге еркелеп еркін жүретін ақын Қатпа деген болыстың үйіне түскен екен. Алыстан алталашты аузына қаратқан Махан келді деп қонақасына серке соймақ болады да, ақынның алдына көлденең тартып бата сұрайды. Қойдан гөрі ешкінің етінің жеңіл екенін айтып, сырғақсыған болыстың сараңсыңайын таныған Мақажан бұл да болса олжа дегендей қанағат тұтып үндемеген көрінеді. Тамақ пісіп, алдарына тартылған табаққа қараса, бағанағы серкенің басы тым кішірейіп қалғанын байқаса керек. Ал ақын, бата жасаңыз деген Қатпа байға бұлайша өлеңмен бата беріпті. Заман заман-ай, жылдан жылға заманы, жұмбақ болған заман-ай, сарқыраған өзені бұлақ болған заман-ай, алғаш қонақасыға келгенде атан ақ серке еді, тамақ болып піскенде лақ болған заман-ай, Аллау әкбар деп бетін сипапты. Қайткенмен Қатпа болыста сөз төркінін ұғар намыс бар екен, түн ішінде қотаннан қой алдырып сойдырыпты дейді. Мақажан ақын менің атам, әкемнің әкесі деп міңгірлеп төмен қарады. Шал, рас па шырақ, асылдың сынық екенсің ғой деп қайран қалды. Бәсе, тұқымы бар деуші еді. 6 күн аш отырсаң да ата жолын ұмытпа деген Қазекем, ұят болды ау. Бүгін балаларды әуре қылмай-ақ қоялық. Ертеңде еру бол, атаулы малыңның басын мүжі, Махаңның аруағынан ұят болар. Рахмет аға. Еттен еттің жорғасы бар дейсіз бе? Жедік қой бұйырғанын. Апырай, шал шыншыл көңілмен сабырстанды. Ең өкініштісі сол, аға. Ел жұрттың аузында жүрген Мақаңның бір ауыз өлеңін жатқа білмеймін. Әлгінде сіз айтқан өлеңді мен де ішіп алып шоқырақтататынмын. Бірақ кімдік екеніне мән берген емеспін. Ол кісіні көруге жазбады. Әкеден де ерте айырылдық. Білім қуып Алматыға кеттік. Есім бүтін кезімде ауылға барған жоқпын. Арақке шатанып, аузымызды ит жалап жатқан жерімізден ерік тауып алды. Онысына да ризамын. Осы өзіңіз көріп отырған кейіпке келдік. Еріктің шешесі Нюра шешеміз мықты адам екен. Сол кісінің арқасында ғана аман қалдым. Атамның аққұла ақын болғанын сол кісіден алғаш естідім. Кірерге жердің тесігін таппай, бетімнен отым шықты. Ой, ол көккөз кемпір мықты, деді шал. Білем, естігем, ұлы өзіне тартпаған. Ерікпен неге дүрдарассыздар? Алтайдың тауы мен ағашын бөлісе алмай жүрсіздер ме? Оны өзім де білмеймін. Әйтеуір, әлекедей жаланған соны көрсем, ит көрген ешкідей боламын. Бәлкім, дүние қоңыздығынан қоңсылас бола алмайтын шығармын. Дүние жиса, бірдіктеген ойы бар шығар. Ағайын туғаны жоқ. Ол да жалғыз ілік жігіт қой. Жасқа аға, ақылға сақа үлкен адамсыз. Артық аусын кеңдікпен кешіре салмайсыз ба? Сен, шырақ, бітімшілікке келгеннен саумысың? Менің жаныма бататыны байлығы деп кім айтты? Алдына келсең тістер, артынан келсең тебер қазымыр шошқа мінезі де. Ана жылы үсті басына бал жағып барып, көрші омартаның бір рой арасын ұрлап кетіпті. Араны қалай ұрлайды? Деп таңдана сұрады таған. Ол оңай, балдың балауызын үстіңе жапсырып, ұясына жақындасаң, ара біткен жапырлап тәттіге қонады. Сол қалпымен үйіне алып келіп, өз жәшігіне кіргізеді. Адам баласына қайыры жоқ. Не орыс емес, не қазақ емес, өгей неме. Таудың түні шапшаң түседі. Жер ошақтағы от қана шоқтана жылтырайды. Марал көлден салқан саулады. Көлден шығар шүмек судың даусы естіледі. Әзірше бөтен үн жоқ. Балалар үйшік үйден кіріп шығып, тіс қақты тіршіліктермен жүрау. Көшелі әңгімеге шөліркеп қалған таған тағы да не айтады дегендей шалға жалтақтай қараған. Асыр салып ойнаған балалардың күлкісі естіледі. Оу, қозы, баян, ыдыс аяқты жинап болсаңдар, ұйықтаңдар, деп дауыстады шал. Күзде жақындап қалды. Байқайсың ба, түн суыта бастаған. Шоқтанып қалған отқа көсеп-көсеп бұтақ тастады. Таудың түні осылай шырағым. Алдың терлеп, арқаң мұздап отырасың. Әсіресе қыста қиын болатын шығар аға. Ат бұзалмайтын ақ қар,
Ақырған аязда қалай жан сақтайсыздар? Қарғалың түсетіні рас, оған шаңғымыз сайлаулы. Ал ақырған аяз тау ішінде болмайды. Жан аман болса, жан сақтау деген не тәйірі? Чукчалардың да тұқымы суықтан құрып кеткен жоқ қой. Бұл тіршілігіңізден әрі қорқамын, әрі қызығамын. Оның несіне басыңды қатырасың? Адам баласының таңдап алған тағы бір ғұмыр жолы да. Дүниенің бәрі лас болып ластанып жатқанда, ағаңның қашып тығылған үңгірі де. Жоқ шырағым, мен қара басымды сауғалап келгенім жоқ. Бұл құмекиен жерге. Анау екі қозымның амандығын ойлап, солардың дені сау, рухы таза өссін деп келдім бұл жерге. Жарықтарымның айналып, аумалы төкпелі заманның залымы болып кетпесінші деп келдім бұл жерге. Жалғанның үзірінен, бірін-бірі алқымынан алып, шайнап тастар қаскөй бірлігінен не пайда? Күндердің күні болғанда адамның өзін опат етер ілім-білімнен не пайда? Аспанға ұшып асыққаннан, арпалысып қаруланғаннан не пайда? Апырау, осыншалық асыққанда қайда барамыз? Қайторы аяңмен 1000 жыл ғұмыр кештік. Енді міне, әбден кемелімізге келіп, болдық, толдық. Табиғаттың барлық құпиясын білдік. Ғылым мен техниканың самғау биігіне шықтық деп айдарымыздан желесіп мақтанған сәтте, табиғаттың жарты ғасырлық ғұмырын ұзартуды көксеп уайымдап отырмыз. Шалдың шалқып бір сөйлеген сөзінен іште үндестік тапты ма, таған жанған отқа тесіле қарап үндемей тыңдап отыр. Түн суытты, ай әлі шыққан жоқ. Қыркүйектің алғашқы күні жаңбырсыз басталғанмен, көп сағындырмай келетін жаңбырдың хабаршысы кісінеп жатыр. Ол орман күшігені еді. Көл көрінбей қалды. Таудың бүкір белі де тегістеле сүлделеніп, тек қарауытқан қара жоны ғана болжанады. Оттың жарығы от басындағы екеудің сұлбасын ажарлап, жанарларында жалын жанып, бозарыңқы тартқан боз дүние кешкендей мұңлы да жуас кейіпте. Бұл дүниеде қашып тығылатын жерің, сыбырласар сырласың, еркелетер елің болғанға не жетсін деп ойлады таған. Бәйбішем қайтыс болған соң қайтып үйленбедім, деді шал. Арқарын отты шаламен тұтатып. Бала көтермеген кісі еді. Кінәлі ол емес, мен. Менде емес, соғыс. 17-ге толмай әскерге алды. Колхоз бастығы өз ұлының орнына жасымды үлкейтіп, мені аттандырып жіберді. Бізді Сталинград қырғынына салды. 2 солдатта 1 мылтық. Жаныңдағы мылтықтасың өліп, өз қолыңа қару жеке тиген сәтті армандайсың. Күнәлі болсаң да армандайсың. Біз әншейін маскировка екенбіз. Нағыз майдан, негізгі күш басқа жақта жүріп жатыпты. Ол жойқын күштен бейхабар жау барлық қаруын бізге жұмсап, ажал бүркіп төпелей берді. Осы кезде әбден әлсіреген Паулюстың ту сыртынан айналып өтіп, қоршауда қалдырады ғой. Ал дұшпанның мешені болған біз қынадай қырылдық. Әне, сол алапат арпалыста қатты жараландым. Ер адамға ең керегі белден айырылдым, ұрпақсыз қалдым. Қайтейін, бір әулеттен түрегеліп, дәрет сындырар бір өзім едім. Жігіт жұлынына біз сұғып алғандай селк етіп жалт қарады. Шалдың жанарынан саулаған жас сақалын суарып жатыр екен. Жұбатқысы, жылы сөз айтқысы келеді. Жұбату мүмкін демес еді. Шырқын, шыншыл әңгімесін бұзғысы келмеді. Өзінің де кеңсіргі ашып, жүрегі шымырлап, ұзын кірпіктері дымданды. Әне шырақ, ат төбелінде аз қазақтың тұқымы осылайша азайған. Кім кінәлі? Тауып көр. Бұл жалғанның қитұрқысы сонда. Мынау кінәлі деп ешкім айта алмайсың. Айтқан адам ғана нағыз кінәлі болып шығады. Сондықтан да үндемейміз. Үндемейтін себебіміз үйдей пәлеге қаламыз. Ал енді үндемеу жағынан қазақтар алдына жан салмайды. Шықса болған жұрт жұдырығын жырағатына жұмсайды. Бірін-бірі бауыздап жатқан ағайынға айдаладан қызға қарап тұрған озады түбінде. Ең сорлылығымыз сол, жауды сырттан іздейміз. Өз ішімізде жүргенін ескермейміз. Сіздің жау Маркөлдің аржағында ғой деп еріксіз айтып қалды. Сол екені рас, жасырмаймын шырақ. Ұлттың азуын ұлттан көруге болмайды ғой. Бірақ таған бұл ойын дауыстап айтқан жоқ.
Айтпаған себебі ендігімнен көреміз деп шал шақшия қалар. Көп мыжмай жатсақ қайтеді шырақ, деп орнынан тұрды шал. Ошақтағы отты сөндірейік, өрт кетер. Тиіспе, өзі-ақ өшеді. Өз оттарыңды өздерің сөндіріп, әбден жаман үйренген екенсіңдер. Егер етекке түсіп, елге қайтқың келмесе, мен саған ақыл айтайын. Мынау қарсы беттегі таудың үстінде. Осы жерден алыста емес, осы заманның патшасына арнап салынған ағаш үй бар. Бір кезде Астанадан азулы азаматтар келіп, аң аулайды деп әшекелеп қиған керемет үй. 6 ай жаратылғалы ондай әдемі үй салынған емес бұл өңірде. Тіпті Шыңғыс ханның да түсіне кірмеген шығар. Сол үй бос тұр. Облыс басшылары жалғыз рет вертолетпен ұшып келді де, неге екенін білмеймін, жым-жырт болды. Қазір иесіз. Қатын алда, сол сарайда сайран сал. Маған көрші бол, қауымдасайық. Аңшылар қосшысын құрайық. Осылайша ел болайық. Ойлану керек екен. Сен ойлама, әрекет жаса. Адам баласын құртатын сол ой. Адам баласын құртатын ой емес, ойсыздық шығар аға. Ендеше жағыңды таянып тамсанда отыр. Ондай ойсоқтыларды біздің жақта ләуқи дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң таған ежелгі әдетінше сыртта қалды. Шалдың әңгімесі шым-шымдап бойына тарап, жанын жадылап тастағандай жабырқау халден айыға алмады. Болмыстың болар-болмас тірлігіне алданып, арпалысы бөте шығар адам өмірінен аянышты не бар бұл жалғанда. Шал ағасының сараптай айтқанынан ұққаны, мәңгіліктің алдында пенде шіркін әр қашанда ұтылары, жеңеміз деп жеңіліс табатыны, сөйте тұра кешті ғұмыры үшін түстік мал жиятындығы. Бұл дүниеден кімдер өтпеді? Қаһарынан қан тамған хан, байлықтан бастау ағызған бай, мұқымды әлемді аузына қаратқан ғұламалар. Кәне солардың мың жасағаны, кәне. Солардың о дүниеден қайтып оралғаны кәне. Сонда не үшін өмір сүру керек? Бәлкім, ұрпақ үшін, ұлт үшін. Бірақ сол ұлтқа мен секілді алқаш, жоқ болмаса ерік секілді топас та тоғышар ұрпақ керек пе? Неге біз осы ұрпақтың рухы мықты, дені сау, даулескерде күрескер, ана тілін ғашығынан да артық ардақтайтын асыл тектілігі үшін, ізгілікті әрекеттер үшін тәрбиелемейміз? Азап шегіп, жарымжанда жар емес, делқұлы да дүбәра ұлтқа айналып, азып-тозып, азғынды құрып кеткен ләзім-ау. Ал шалдың әрекеті не? Тығырықтан шығудың жалғыз жолы осы ғана ма? Жоқ. Бұл амалсыздың күйін кешкен тым жіңішке жол. Сонда не істеу керек? Егер қаладағы қазақтардың қалың ортасына барып былай десек: «О ағайын, ес ақылдарыңды жиыңдар, біз қатыгезденіп барамыз, біз имансызданып барамыз. Біз айналайын анамыздың ақ сүтін ақтай алмай жүрміз. Бір күнгі қызды қызыққа мастанып, тасыраңдап кеттік, көзімізді шел басты, көңілімізді көр, жігеріміз құм болып, құрдым дәуреннің әләулайын шырқап жүрміз. Тамаша өмірдің тасқынымен ығысып ағамыз келіп. Ағысқа қарсы жүзу, не жағалауға қарай ұмтылу жоқ. Өмір сүрудің ең оңай тәсілін тауып алдық та, жер бетінде өзімізден артық адам жоқтай, жоқтан өзгеге сілеміз қатқанша күлеміз, сілікпеміз шыққанша бір-бірімізге өреміз. Оу, сондағы мақсатымыз не? Тірі жүру, тіміскі өмір сүру ме? Ел болудың ең бір оңтайлы сәтінде оспадарлық танытсақ, етегімізді жел көтеріп, еңкейіп шақпылай берсек, берекесіз де бекер ішіп жемнің құлы болсақ, біз үшін жалғыз жанын садақалаған ата-баба аруағынан ұят емес пе? Әруаққа адалдық, өткенге иман болмайынша тірілерге салауат жоқ. Тіпті дүние дүр сілкініп жаңара алмайды да. Біз күні бүгінге дейін ұлттық адамгершілік, имандық бет бейнесімен болмысын, келбетімен лайықтылығын анықтай алмай жүрміз. Әсіресе қазақтардың. Ең әуелі бізге кімдер керегін, яғни ұлтымыздың ар-ождандық идеалын білмейміз. Мінездік ерекшелікті артықшылығымыз деп асыра мақтанамыз. Ал рухымызды, жадымызды жаңғыртпаймыз. Немесе біліктілігіміз аз,
жалған білімімізді солақай рәсуа пайдаланамыз. Бұл менмендік, әсіресе тарихшылар мен философтарға, сонымен қатар орысша оқып, ойлап жазатындарға, немесе өз ұлтын тым-тым сүйетіндерге тән сипат. Меніңше, ұлтты жақсы көру дегеніміз тек жақсылығын ғана көру емес. Ұлттың рухани түлеуі мен өсуі үшін оның жетістіктеріне таңдай қаға тамсану, ұдайы табыну ғана ма? Кемшіліктерін де көріп, қайтып қайталанбау үшін күресу емес пе? Мұны орыс ғұламалары әлдеқашан мойындаған. Мәдени топырағы құнарлы қазақ халқы Абай, Шоқан, Мұхтардың сәулесін ғана теріп, ыңғай ылғи жарылқана берген жоқ. Сұрқиялары мен сатқындарының да сан алуан түрін көрді, көріп те жүр. Олар осы тауда да бар. Төдеден төнген қысымда, қауіп те жоқ. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған мамырстан заманда биікке шыққанымызды күндеп, етекте қалғанымызды тілдеп, шегімізге қыл айналмайтын қызғаныш отына жылынып, қызара бүртіп жүре береміз бе? Анау, тағдырдың таланына таланған шал барлығымызды мансұқ етіп неге кетті? Ал мен неге қайтпаймын ел жұртыма? Неге? Жамандықтан құтылудың жолы, сол жамандықтың батпағын кешіп жүріп күресу емес пе еді? Мен тазардым. Мен енді ішімдік атаулыға қарғыс айтып өтемін. Дүниедегі ең киелі нәрсе әйелге берген ант. Мен түзелдім ағайын. Осымен бүкіл халықтың дені тазарып кетті ме? Осы ойларымды халықтың ортасына барып жар салып айтайынша, ақылынан алжасты деп ақмаққа балар. Адам қараптан қарап ақмақ болмайды, ақмақ етер адамдар. Кемшіліктің киімін киіп ешкім тумайды. Кемшілікті үйрететін үлкендер. Ішімдікке салыну, ана тілінен жеріну, дәстүр мен салтты саудалауда солай. Үйретеді, үйренеді. Алдымда 3 жол бар. Бірі осында қалу. Екіншісі еріктің үйіне бару. Үшіншісі ауылға қайтып барлығын қайта бастау. Айтпақшы, Алматыны ұмытып кеттіппін ау. Балықтың басын тазалау керек екен-ау. Оған енді қалған құлаш бойы ғұмырым жете қояр мекен? Әуре болмайын. Онда да оң жамбасымен тұрған азаматтар бар шығар. Онда да оң солын танып қалған есті жұрт, еңсесі көтерілген жігері жігіттер жүрген шығар. Таған санасының сау кезіндегідей сартылдап істей бастағанына қуанды. Бейне тоқтап қалған сағатты бұрап қайта жүргізгендей. Қара шапанды түннің етегін түріп ай шықты. Дүние сүттене бастады. Ерікті тоса-тоса таң алдында ғана көзі ілініп кеткен айна өз түсінен өзі шошып оянды. Ағаш бөлменің іші салқын болса да, ақ тер қара терге шомылып, ауа жетпей қысылып оянды. Жүрегінің соғысы қатты естіледі. Көрпеге оранған күйі көрген түсін есіне түсірді. Жап-жасыл дала. Сол далада астарына сарала сырмақ төсеп, қымыз сапырып ішіп отырған анасы мен енесі жас ботадай тәй-тәй басқан айнаны аймалап толғанып, қаз тұрғанын қызықтайды. Тұсауын кеседі. Енді бір мезетте екі бірдей ананың арасында мәз болып күлген қос ана аспан төсіне сіңіп көзден ғайып болды. Айна жылады, зар еңіреп жылап оянды. Нұрке кемпір терезенің пердесін сыйра ашып тастап, көгілжім тартқан әйнектен далаға үнсіз телміріп отыр екен. Төргі бөлмеден шыққан келіннің сыбдырына бұрылған. Шашы қобырап, көзі жасаураған айнаның үйпа-түйпа ұсқынына бөтен әйел шыға келгенде үрке қарады. Айналайын-ау, не болды саған? Түсімнен шошып, сөздің аяғын жұтып қойды. Енесінің алдында ешқашанда жалаңбас жүрмейтін әдетінің әдібін сөгіп алғаны енді ғана есіне түскендей, ойбу, ятай деп шашын баса төргі бөлмеге кіріп кеткен. Нұрке кемпір келіннің ибалығына сүйсіне жымиды. Жаулығын байлап кері оралғанда. Түс түлкінің боғы, беті қолыңды суық сумен шайып жібер қалқам деді. Өзі төсекте отырған күйі күбірлеп намазын оқуға кірісті. Айна есік алдына шыққанда әлемді әктеп тастаған әппақ шықты көрді. Күндегіден де бүгін қалың түскен екен. Түн суық болғанға ұқсайды. Биылғы күздің ұзақ әрі жауын шашыны аз боларына осы таңғы шықтың тың қалың түсуі кепілдік бергендей. Кеше аң қарауға аттанған еріктен де,
шалды іздеп кеткен тағаннан да сыбыс білінбейді. Бәлкім ұйықтап жатқан шығар деп қойма сарайдың жыртылған сыңар терезесінен үңіліп еді, келімсек жігіттің белі кеткен жайдақ нары бос көрінді. Маңайда жан баласы жоқтығына еркелей еркінсіп, рахаттана есіне керілді. Таңғы салқын ұрған денесі сәл қалтырағандай болып, үйдің бұрышын айнала беріп еді, әппақ болып теңкейіп, шық үстінде тыр жалаңаш жатқан кісіні көрді. Ал дегенде таң қалды. Қорқыныштан гөрі әуестік билеген. Өлі тірісі белгісіз сұлық жатқан кісінің екі жағында қыбырсыз құлаған екі баланың анадан туғандай қызылшақа денесін байқағанда бақыра шошып кері шегінді. Өңменіне мірдің оғы тигендей ес ақылдан айырыла шалқалай құлады. Шалқалай құлағанда өкшесінен қаққан дөңбекте себепші болып еді. Талып түсті. «Апа!» деген айқайға Нұрке кемпір қанша елеңдесе де орнынан қозғалар дәрмен жоқ. «Не болды Құдай, не болды?» деп қарманғаннан өзге қайранға бара алмаған. Апалаған дауысты әжетханада іш босатып отырған ерікте естіді. Бірақ табиғи қажеттілікті өтегенше тырп етпеген. Ол жортуылдан құлқын сәріде оралған. Кешке сәті түсіп, атып өлтірген крекейдің екі қонжығын қоса өңгеріп сүйрелеп жеткізгенше таң атып еді. Алғашында орман ішінде сойып, терісін сыпырып алып, денелерін тастай кетейін деп тұрды да етін қимады. Етінен бұрын жараға мыңда бір дауа өтін бүлдірмей алу керек еді. Содан үйдің іргесіне әкеліп сойған. Терілерін шелдеп тазартып, тұздап жайған соң, ух деп жаңа ғана отырған беті еді. Апа деген дауыс қайтып қайталанбады. Жым-жырт. Қатын өзені де мұз болып қалған секілді-мәу. Жоқ, сол ғана шеке тамырыңды солқылдатып арқыраған. Әдеттегі үйректей шайқалып басар жүрісіне салып, үйге жақындай берген еді, аюдың ар жағында жайрап жатқан әйелін көрді. Дегенмен жүрісін өзгерткен жоқ, асықпай адымдаған қалпы жанына келіп тұрды. «Әй, не болды саған? Ішіп алғаннан саумысың?» деп қаздиған қалпы аса бір қатыгездікпен аяғымен түртті. Айна қимылсыз. Жүрелеп отырып тамырын ұстады. Саспас, міз бақпас мінезімен үйге кірді. Есіктен кірген ұлына алая қараған шешесі. «Айна неге мені шақырды? Қол жұмсағаннан саумысың?» деп қадала сұрап еді. «Білмеймін, талып жатыр. Аюдан шошыған секілді» деп дүңк-дүңк жауап берді. «Құдай-ау, аю несі? Не деп міңгірлеп тұрсың? Ұшықта ойбай, ұшықта!» деп зарлаған анасының сөзінен тез құтылғысы келді ме, бір аяқ су алып шыға берген. «Сүт араластыр, сүт!» «Тәңірім-ай, осыншалық неге тоң мойын қып жараттың екен?» «Басталды», деді суға сүт құйып тұрған ерік. «Көздеріңе күйік болып жүрген мен болсам, қарамды батырайын. Күндерің не болар екен?» «Құдай үшін, тез баршы, ұшықташы, әкелші менің қасыма». Еріктің бетіне бүркіп жіберген қыламық суы әсер еткен айна денесі дір етіп көзін ашты. Қып-қу болып кеткен жүзі жан кіргендей сәл лыпығандай. Күйеуі ұртын толтыра ұрттаған суды тағы да бүркей берем дегенде басын шайқап өте әлсіз үнмен: «Керек емес», деді. «Қолтығымнан сүйеші, тұрайын». Ерік қапсырақ құшақтаған күйі тік көтеріп алды да үйге жөнелді. Еріктің мығым мойнынан құшақтай асылып, әлде қандай бір әлде билеп көзін жұмып, осы бір тәтті сәтті көксегендей әсерленді. «Саған еркелеу үшін анда-санда талып қалу керек екен», деді баяуда жұмсақ үнмен құлағына сыбырлап. «Ерекстірме, тастай саламын». «Тастасаң таста, енді арманым жоқ». Көтерген қалпы айнаның апамнан ұят болады түсір дегенін тыңдамай шешесінің жанына жатқыза салды. Нұрке кемпірдің ызыңын естуден зәрезептенді ме, лезде шығып кетті. Айна енесінің омырауына бетін басып, өксіп жылады-ай. Сұмдық қой, адамнан айнымайды. Емшегінен сүт ағып жатыр. Келініне күбірлеп дем салып шашынан сипаған кемпірдің де жанары шыланып еді. Аюдың ішін жарып, өтін алған ерік жон арқасына тығыз біткен майын да далаға тастағысы келмеді. Сан етінен де кесіп алып тұздап самырсынның бұтағына ілді. Бұдан соң қалған мүшелерін қонжыққа қоса сүйреп ағаш арасына апарды да жер қазып көмді.
Осы қарекетті бейне соғым сойғандай аса бір ықыласты ниет өте пысықтықпен атқарған соң қолының қанын жуып үсті басын тазалады. Қандай іс болмасын тиянақты істейтін ерікке еркен адам ешқашанда ерігіп жұмыссыз қалмайтұғын. Нанын жеп, жалықпай жасар еңбектің игілігін көріп, өзінше рақат дәнін де тастап көрген жоқ. Әйтеуір бір ұшы қиыры жоқ, көзің жұмылғанша таусылмас шаруаның қой торысына міндің екен, өзің секіріп түсіп қалмасаң, мөңкіп жығып кетпесі тағы хақ. Ерік ең әуелі өз тірлігінің, өз мақсатының, егер мақсат десек құлы еді. Дүниедегі ең азапта сол, біздіңше өзіңді өзің құл ретінде пайдалану. Ал оның қаншалықты пайдалы іс екенін ғана сарабына салмаудан озған жетесіздік жоғы және рас. Менің кейіпкерім өзін ешқашанда қателестім деп есептеген емес. Және осының қате емес пе деген адаммен тап жауындай алысады. Алайда айнала шашырай қоныстанған біраз көршілестермен тек осы пиғылдың атбайларына келгенде айырылысты, көрместей болып кетісіп тынды. Бұған батыры айтатын, бетіне баса айтатын шешесі ғана еді. Соңғы кезде ол кісінің гөй-гөй ақылын да қаша тыңдайтын құлаққашты мінезге мінген. Үйге көп аялдамай, нендей де амал тауып көбінесе түзде жүретіні де сондықтан бекен. Бойда қуаты мол, тірі жанға жалынышты емес, ісі түспейтін емін-еркін жігіт әрқашанда өзімшіл келеді ғой. Соңғы 15 жылдың жүзінде көпшілік, ел жұрт дегенді білмей, саяқ кеткен ерік, желді күнгі қара қарғадай шулаған топырлақтардың топтап баққан қойдан айырмасы шамалы. Әрі біреу бақпаса, айғайлап қайырмаса, бет-бетімен ит құсап таланып кетер берекесіздерге балап мойындаған емес. Өзін қыран құсша сезінетін. Ал қырандар әмсе жалғыз, өзін Алтайдың аюына теңейтін. Ол да топтанып жайылмайды. Тіпті табиғатта мықты нәрсенің бәрі жалғыз-жалғыздан. Жалғыздық, күштілік. Амал не? Адамдардың әмсе бақты, әрі соры да сол. Сол. Күн ертең алдында не күтіп тұрғандығын білмей білімсейтіні еді. Менің кейіпкерімнің алабөтен әдеті бар еді. Қабағат жұмыстан қатты шаршаған сәтте шалқасынан түсіп, екі аяғын шалжайта жатып дем алатын. Бұл шақта оны трактормен сүйреп тұрғыза алмайсың. Әрі маңына жолап мазасын алған адам үшін аса қауіпті де қауіп жіберуі мүмкін. Әуелі аспанға, не төбеге телмірген күйі үнсіз жататын да, біраздан соң жанары жабылып, шыр ете түсер еді. Қандай себептен қырынан, жоқ болмаса етпетінен емес, шалқасынан жату сырын тірі жан, тіпті өзі де білмейді. Қазірде үйге барса, тыныштық бермейтін болған соң, қойма сарайға кіріп, қонағына арнаған нарға ұзыннан сұлай жатты. Тақтай төбеге тесілді. Ең әуелі ойына таған оралған. Шалмен ауыз жаласайын деген екен, араларына от жақпаса болмас. Бірігіп алып, өзіме шабуыл жасары ғажап емес. Олардан күтуге болады. Коллектив құрып, құқай көрсетпесіне кім кепіл? Сол итті бекер-ақ ертіп келген екенмін. Онсыз да өзімнен артылар қабағат жұмыс жоқ еді ғой. Шешем де байқаймын. Әйелім де сол сорлының ыңғайында секілді. Өп-өтірік жаны ашыған сыйды. Сенбеймін. Біреудің біреуге шын жаны ашырына иланбаймын. Көлгірсейді. Жақсы атанғысы келеді. Жоқ. Ондай өлі мен тірінің ортасында аяққа оралғы боп жүретіндерді өлтіріп тастау керек. Құдай-ау, әлжуаздан құтылу, көзін құрту, сөйтіп тазару табиғаттың барлық жан-жануар, орман тоғайына тән емес пе? Шіріген ағашты да жел соғып құлатып кетпей ме? Қойдың да ақсағын қасқыр жемей ме? Ендеше осы жаратылыстың заңдылығын адамзат неге мойындамайды? Неге қолданбайды? Біздерден өткен эгоист жоқ жарық дүниеде. Маған салса, анау алжыған шалды алқаш тағанға қосақтап байлап, қатын суына ағызып жіберер едім. Иә, бұл өмірде ағызып жіберетін керексіз адамдар көп, тым көп. Көп болған соң білінбей ме? Осы көп деген сөзден қорқатынымай. Бәлкім, өмір дегеніміздің өзі көп пен жалғыздықтың мәңгі бітіспес майданы шығар.
Есінеді, көзіне ұйқы тығылды, маужырады. Ойы үзіліп-үзіліп, басы бірікпей ірімтіктене бастады. Құрсыншы бәрі, денім сау болса, көрсетермін әлі. Неге біз осы? Сайтан алғыр, тағанның былшылы қайдан түсті есіме? Құрсыншы бәрі, ұйықтап кетті.